Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге криптоманьяк және де алдыңғы видеоны көрген болсаңыздар, мен Titan Arena деген NFT ойыннан ешқандай ақша салмай ақша табуға болады ма, немесе табуға болса қанша табуға болады, барлығын көрсеткен болатынмын. Ал енді бүгін мен сіздерге сол Titan Arena ойынынан қалай ақша салып ақша табуға болатынын түсіндіріп көрсететін боламын. Және де ақшаңды қанша уақыт ақтайсың, қанша ақша табуға болады, қандай персонаж сатып алу керек, барлығын толығымен түсіндіремін. Сол үшін видеоны соңына дейін көреміз. Видеоны лайк басамыз, комментарий жазамыз, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және алдыңғы видеоны сіз әлі көрмеген болсаңыз, закрепленный комментарияда ссылкасы болады, сол жерден көрсеңіздер болады. Ал енді қараңыздар, біз Titan Arena сайтында тұрмыз. Бұл сайтты сіздер браузерге Titan Arena деп жазсаңыздар тауып аласыздар. Немесе менің Telegram каналымда болады. Telegram каналымның ссылкасы описаниеда болады. Және де осы ойынға қатысты кез келген сұрақтарыңыз комментарияға тастап кетсеңіздер болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Бұл жерде 5 күн алдын мен видео түсірген кезде 7 миллион адам бар еді. Дәл қазір 12 миллион адам ойнап жатыр екен. Ойын өте тез дамып жатыр. Және де кез келген Android ПК барлығына тартып аласыздар. Алдыңғы видеода айтқанмын. Және де дорожный карта, ойында қандай монеталар қолданылатынын барлығын алдыңғы ойында айтқан. Бұл жерде тез герой сатып алуды, ақша шығаруды мен сіздерге көрсететін боламын. Және де менде қазір персонаждар бар. 2 герой сатып алғанмын. Marketplace-ға кіреміз. Ол үшін Marketplace-ға кіресіздер. Marketplace-та бізді геройды екі түрлі жолмен сатып алсақ болады. Ең біріншісі Titan Box деп аталады. Бұл өзінің основной жолы, яғни бұл жерде біз геройларды Titan Coin-ға, яғни осы ойынның монетасына сатып ала аламыз. 1000 Titan Coin дәл қазір $140 тұрады екен. 1000 Titan Coin-ға біз Command деген букс сатып аламыз. Бұл жерде Command букста сізге ең обычный геройлар түседі. Бірақ $140 менің ойымша өте жақсы деп ойлаймын. Epic букс 2000 Titan Coin тұрады. Бұл жерде сізге 70% эпичный герой түседі, 30% Command обычный герой түседі. Яғни өте опасный, бірақ эпик герой түсетін болса, эпик герой мен көп ойнауға болады, және де көп табуға болады. Ал бұл жерде қазір жаңа жылға жаңа букс берді. Бұл жерде $210 тұрады. Яғни бұл жерде 70% Command герой түседі, ал 30% легендарный герой түседі. Легендарный герой деген яғни, мені қарасаңыздар, бір герой. Бұл жерде 7 геройдың біреуі түседі. Бір герой легендарный, соңғы герой. Легендарный герой емес өте жақсы ақша таба аласыз. Мысалы $210-ға сіз букс сатып алып, легендарный герой түсіп қалса, сіз оны $1000-ға дейін таба аласыз бір легендарный героймен. Яғни ол деген жақсы возможность, бірақ риск бар, себебі обычный герой түсіп қалса $210-ға жалко деп ойлаймын, $210. Ал енді қараңыздар, бұл біріншісі. Екіншісі бұл Marketplace-тан сатып алсаңыздар болады. Бұл жерге ең бірінші сіздер, бұл жерде мысалы қараңыздар, менің қазір аккаунтым тұр, ал сіздерде бұл жерде аккаунт қосыңыз деп тұрады. Яғни кошелек қосасыз, бұл жерге MetaMask қосқан мен, MetaMask қосыңыз деп тұрады. Қазір шығып көретін болсақ, мысалы обновить етеміз, мені MetaMask-ты обновить етемін. MetaMask-пен қолдану барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Connect Wallet деген басасыздар, и сіздердің MetaMask-тарыңыз қосылады. MetaMask-ты интернет Google-дан тартып алып, просто браузеріңізге расширение берсеңіз болды, ол қиын емес деп ойлаймын. YouTube-та видеолар өте көп, тауып ала аласыздар. MetaMask жайлы, мен MetaMask жайлы айтсам, қазір өте ұзақ уақыт кетіп қалады. Бұл жерде қараңыздар, ең біріншісі бұл өте аз матч ойналған геройлар. Біріншісі бұл жерде фильтр бар. Екіншісі Latest деген новый геройлар. Cheapest item деген ең арзан геройлар. Most деген қымбат геройлар. Cheapest item басатын болсаңыздар, мысалы ең арзан геройлар бұл жерде. Мысалы $75-ға ең арзан герой $75 екен, яғни 81 ойын ойналып қойған, бірақ бұл свежий герой емес, 81 ойын ойналып қойған герой. 236 ойынның 81 ойыны ойналып қойған, яғни сіздерге ар жағында примерно 150 ойындай қалды. Бұл жерде бұл героймен сіз ең обычный герой күніне 8 ойын ойнай аласыз. 8-ақ ойын ойнай аласыз күніне. Әр ұтқаныңызға 9-25 Titan Coin береді. Titan Coin'ның ценасы қазір 0.144 тұрады. Яғни сіз әр ұтсаңыз 9-25 Titan Coin аласыз мысалы қазір. Калькуляторға кіреміз. 9-25 Titan Coin көбейтеміз 0.44-ке. Яғни $1.33 аласыз. Бір ойын ұтсаңыз. Яғни 8 ойынның күнінде барлығын ұтсаңыз, онда $65. Бірақ өте қиын, яғни сіз 100% win rate жасау. Яғни 8 ойынның 8-інде ұту бұл жерде қиын, өте қиын. Қазір қайта Marketplace-қа барамыз. Міне келдік. Мені қарасаңыздар, мені қазір бұл жерден былай көрсек те болады. Копировать ете аламыз. Менде сайт бар. Бұл сайттың ссылкасы менің Telegram каналымда тұрады. Бұл жерден сіз геройыңызды қанша уақыт ақтайсыз,
қанша ақша табуыңызға болады, барлығын көрсеңіз де болады қазір. Просто ссылкасын алып, осы сайтқа саласыздар. Мысалы, мен дәл осы героймен мен 40% ойынды ұтсам, $16 үстіне табады екенмін. Өзімнің салған ақшамды бірінші шығарып алам, оның үстіне $16 табамын. Если 100%, яғни 155 қалған ойын, міне 155 қалған ойынның 40%-ын ұтсам, а если 155 ойынның барлығын ұтсам, үстіне $123 табады екенмін. Яғни геройды алған ақшам шығарып алам, үстіне тағы да $123 табамын. Бірақ бұл ценасы дәл қазір ұстап тұрған кезде, мысалы Титан койнның ценасы қазір 0.14 тұр ғой. Дәл осы 0.14-тен тұра берген кезде 0.14-тен түсуі де мүмкін. Қазір мысалы 7 күндік графигін көретін болсақ, өте қатты түсіп жатыр. 0.18 еді ценасы. Себебі бұл монетаны көп адам тек қана сатады. В основном көргендеріңізде Титан бокстан сатып алсаңыздар, сіз Титан койнға сатып аласыз. Ал көп адам маркетплейстан BNB-ға сатып алады, WBNB-ға сатып алады. Сол үшін бұл Титан койн тек қана түседі. Барлығы Титан койнды ойында жинайды, тек сата береді. Міне дәл қазір біраз уақыт болып қалды, бірақ примерно бір 3-4 күндей болып қалды. 0.14-ті ұстап тұрғанына. Қазір жақсы ұстап тұр. Осы 0.14-ті ұстап тұрғанның өзінде сіз жақсы ақша таба аласыз. Ал енді қараңыздар, бірақ міндетті түрде кіріңіздер деп айтпаймын, себебі риск бар. Ценасы түсуі мүмкін, болмаса сіз онша ойнай алмай, барлық ойындарыңызды ұтылуларыңыз мүмкін. Дәл қазір $33-ға шығып тұр бір герой. Мысалы қараңыздар, уже сатылып кетті, not for sale дейді. Уже sale жауып тастады, көргендеріңізде $33-ға шығып тұрған. Ол деген өте, былайша айтқанда, өте күшті цена. Бірақ қазір мен енді өзімнің валетіме кірейін. Мысалы қазір қараңыздар, менде 2 герой бар. Вейнка, Клостер, яғни екеуімен де күніне 8 ойын ойнай алам. Валетке кіретін болсақ, менде 361 Титан койн бар. Бұл жерде мен бір рет шығардым. 2 күн бұрын шығардым. Ол кезде де тоже осынша ақша шығардым. $50 шығардым. Қазірде $50 тұр. Мен примерно 70%, 65-70% ұтамын күніне. Ну, среднем. Қазір мен сіздерге давайте ойынға кіріп көрейік. Қазір ойын ашылады. Ну, ойында кішкентай нәрселер айтып кетейін. Міне қараңыздар, менде Клостер тұр. 8 ойынның 8-інде ойнап қойғанмын мен. Көргендеріңізде енді ойнай аламын, бірақ маған ақша бермейді. Яғни Титан койн бермейді. Менде 361 Титан койн тұр. Мен екінші герой менде тоже Вейнка, танк. Бұл героймен де 8 ойын ойнап қойғанмын. Енді арғарай ойнасам ақша бермейді. Ойнай алам, бірақ ақша бермейді. Одан бөлек бұл геройды біз дамытсақ болады. Ол үшін бізге бірде 2 Титан THG керек, яғни басқа екінші монетасы керек. Оны дамытудың қажет жоқ, сол үшін дамытпай-ақ қойсаңыздар болады. Жалпы ойындар бұл жерде әртүрлі карталар таңдап ойнайсыздар. Алдыңғы видеода ойнап көрсеткенмін, сол жерден көре аласыздар. Және де герой сатып алмас бұрын міндетті түрде ойнап көріңіздер, себебі қиындықтар болуы мүмкін. Қараңыздар, қазір енді қалай герой сатып аласыздар. Мысалы, маркетплейсқа кіресіз, герой таңдайсыз, мысалы, latest новый геройлардың арасында мысалы қазір. Міне арзан ценаға бір жақсы герой таңдап аласыз. Кей кезде болып қалады $100-ға новый герой сатып алуға да болады. Мысалы қазір 0 ойын ойналған, міне 40 ойын ойналған $138, ол өте қымбат, ондай болмайды. $161 қымбат, себебі букстың өзінен $140-ға новый герой аласыз. Букстың өзінен, Титан букстың өзінен бірінші букст ашсаңыз. Міне $17, 17 ойын ойналған $146. Бұлар да өте қымбат, 87. Сіз свежий геройды $100-ға табуға тырысуыңыз керек, просто болды. Мысалы, нәйерге бассақ болады. Міне $124 свежий герой. Вообще ойын ойналмаған $124-ға сіз ойын ойналмаған 0 ойын ойналған танк аласыз. Бұл танкты сіз $124-ға сатып алсаңыз, қазір выставлять етеміз, көрейік. Міне танк шықты. 240 ойын ойнай аласыз бұл танкпен. Күніне 8 ойыннан әр ұтқанға 9-25 THC береді, яғни Титан койн береді. Примерно 30 күнде сіз матч тауыстасыз. Күніне 8 ойыннан ойнағанда 30 күн бойы сіз осы героймен ойнайсыз. Ал енді қараңыздар, 40%-ін ұтсақ, 240 ойынның 40%-ін ұтсаңыздар, үстіне $19 табасыздар. Ал 80%-ін ұтсаңыздар, $129 табасыздар. Ал 100%-ын бәрін ұтсаңыздар, $185. $185 деген примерно 70-80 мың теңге. 100% ұту мүмкін емес, сразу айтайын. Өте қиын, себебі қиын соперниктер түсіп қалады.
$102 70% ұтсаңыз $102. Ну, мен ойынша $102 30 күнде нормально деп ойлаймын, себебі 8 ойынға сізге ары барса 20 минутыңыз кетеді 8 ойынды ойнап шығуға. Жалпы осы, ал енді геройларды қазір сатып алу көрейік. Мысалы, Вейнға шықты менде бұл геройды WBNB-ға сатып аламын. WBNB-ді біз толтыру үшін былай жасаймыз. MetaMask-қа кіресіздер. Просто MetaMask ашылу керек. MetaMask-қа кіресіздер, одан кейін қараңыздар. Сіздер MetaMask-тарыңызды биржадан толтырсаңыздар болады. Binance Smart Chain, яғни бірінші сет таңдайсыздар. Бұл жерде Ethereum сеті бар, Binance Smart Chain, менде тек қана 2 сет бар. Қанша сет қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мысалы, қазір мен Binance Smart Chain таңдайсыз, одан кейін осы аккаунтыңызда осы аккаунтты толтырасыз. Осы аккаунттағы номеріңізді, яғни толтырасыз. BNB толтырасыз бұл жерге. Одан кейін swap басасыз. Одан кейін BNB-іңізді WBNB-ға айландырасыз. Мысалы, қазір мен WBNB жазып салайын. WB что-то шықпады. Түсініксіз жағдай, WBNB шықпайды тұр, бірақ мен үшін міне шықты, WBNB-ге толтырасыз. Мысалы, WBNB толтырасыз. Мысалы, бұл WBNB мен BNB-дің сенасы бірдей. Сондықтан осы жерге, мысалы, біз 0.229 қазір өзінің комиссиясы бар. Сол үшін 0.23 толтырасыздар. Комиссиясы бар, кішкене 0.00. Типа, менде бұл swapқа менде бар цена, яғни менде 0.23 шықпайды, $124 толтырасыздар. Одан кейін swap жасайсыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін сізге MetaMask-ыңызға BNB-іңіз WBNB-ға айналады. Одан кейін BNO деп сатып аласыз осы геройды. Сатып алатын кезде, кей кезде комиссиясы көп болып шығады, ондай геройлар сатылып кетті деген геройлар. Мысалы, кейбір геройлар бар, комиссиясы өте көп болып, недостаточно средств в вашем кошельке деп шығады. Ондай геройлар уже сатылып кеткен деген сөз, себебі маркетплейста бұл жерде обновление 1 сағат сайын ба болады, сол үшін кей кезде көп геройлар сатылып кетеді. Мысалы, арзан геройлар, мысалы, пайдалы, мысалы, дәл осы герой $124-ға игроктарға жақсы, сол үшін бұлар сатылымға шығады, сразу сатылып кетеді. Кей кезде бұлар сатып алып үлгере алмай қаласыздар. Сол үшін комиссиясы көп болып шығатын болса, сіз басқа герой көріңіздер, себебі ол сатылып кетті деген сөз. Мен қазір сіздерге көрсете алмаймын. Себебі менде ақша жетпейді, сразу ақша жетпейді деп шығады. Валетке кіреміз, ал енді қараңыздар, $361 мен шығарып аламын, клейм басам. Ал сізде шығарып алу үшін міндетті түрде осы сайттың екінші токені болу керек. Ол Titan Game деп аталады. Мысалы, қазір мен сізде CoinMarketCap'тан көрсетейік. Міне Titan Game. Бұл монета дәл қазір $6.62 тұрады екен. Бұл міндетті түрде сіздерге ақшаны шығарып алу үшін осы монета керек. Ол үшін тағы да MetaMask-қа барасыздар. Одан кейін атмена басайық, жаңағы swap әлі тұр. Swap басасыздар. Одан кейін өздеріңіздің толтырған BNB-ларыңызды Titan Game-ге айландырасыздар. Осы жерде менде Titan Game қазір бар. Міне 1.2 Titan Game бар. Одан бөлек ойынның ішінде 0.7 Titan Game бар. Мысалы, ойынға сіз 1.2 Titan Game салдыңыз MetaMask-ыңызға, ойынға кіргізу үшін оны депозит деген басасыз. Мысалы, менде 1.2 Titan Game бар, 1 Titan Game жазасыз, депозит басасыз. Сол кезде сіздің MetaMask-тағы Titan Game-іңіз, яғни THG деп аталады, THG-іңіз осы ойынға түседі. Менде қазір MetaMask-та 1.2 Titan Game жатыр, ал ойында тағы да 0.7 Titan Game жатыр. Менде 1 Titan Game аударғам, алдымен тағы да $50 шығарғам, сол кезде 0.3 Titan Game комиссия ұстады. Примерно комиссия 0.3 Titan Game болады. Ол деген дәл қазіргі ценамен айтқан кезде $2 қазір мен шығарайын, клейм басамыз, максимум басамыз, confirm басамыз. Міне менен қазір 0.3 Titan Game комиссия ұстаймыз деп шықты. Клейм басамыз. Міне дәл қазір кішкене күте тұрыңыз. Міне менің ақшам кетті. Ал ендігі ақшаны мен тек қана 47 сағаттан кейін шығара аламын. Яғни примерно әр 3 күн сайын шығарасыз. Мен 3 күн алдын шығарғанмын. Тағы да 3 күн алдын шығардым. Мен примерно бір аптада $100-ға жақын ақша таптым. Мысалы, қазір MetaMask-ы көрейін мен. Кеп қалған шығар. Titan Game міне түсті.
бізге мен қателесіп кеттім, BNB емес, Titan койнмен түседі. Яғни менде 361 Titan койн тұр менде. Енді оны swapнет етіп BNB-ға ауыстырамыз, себебі Titan койн ұстау опасный, ценасы түсуі мүмкін. Titan койнымды қазір $52 екен менде. BNB басамыз, сосын BNB-ға лақтыратын боламыз. WBNB болса, WBNB-ға лақтырсаңыздар да болады. Мен жарайды WBNB-ға лақтырайын, себебі кез келген уақытта тағы да бір герой алып қалуым мүмкін менің. Сол үшін WBNB-ға лақтырамын. Бәрін 361 Titan койн $52 болады екен. Swap басамыз. Өзінің комиссиясы бар, кішкене комиссиясын міндетті түрде ұстайды. Міне комиссия $0.62. Келсесіз ба дейді, келсем. Қазір обработка болып жатыр. Міне обработка бітті, барлығы орындалды. Менде енді 0.9 BNB бар, 0.86 BNB бар, 0.95 WBNB бар. Енді мен примерно $100 бар. Мен кез келген геройды маркетплейстан $100 болатын герой сатып алсам болады. Мысалы, міне легендарный герой тұр. Легендарный герой емес 812 ойын ойнай аласыздар сіздер. Бұл бірақ өте қымбат тұрады. $1200 деп тұр, бірақ $1200-дан негізінде арзан тұру керек. Өздеріңіз көресіздер, артық сұрақтарыңызды болса маған телеграмға қойсаңыздар болады, мен жауап беремін. Және де бірге ойнаймыз десеңіздер, мен тоже телеграмда никім бар, сол жерден никімді алып маған қосылсаңыздар болады. Менде дәл қазір $51 бар. Тоже мен ойымша бір-екі күнде тағы да ценасы дәл осы ценаны ұстап тұратын болса, $144 ұстап тұратын болса, мен тағы да ойым бар, бір герой сатып алсам ба деген. Осы видео ұнаса каналға міндетті түрде тіркеліңіздер.